Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз рационал сандарды көбейту. Ең алдымен рационал сандар дегеніміз қандай сандар еске түсірейік. Бүтін сандар, оң және теріс бөлшек сандар жиыны рационал сандар деп аталады. Рационал сандар жиыны Q әрпімен таңбаланады. Бірінші, таңбалары әртүрлі екі санды көбейту. Бірінші мысал, -4 пен 3-тің көбейтіндісінің мәнін табайық. -4 пен 3-тің көбейтіндісінің мәнін таппас бұрын көбейтудің қасиетін еске түсірейік. Көбейтудің қасиеті бойынша -4 пен 3-тің көбейтіндісінде -4-ті 3-ке көбейту дегеніміз -4-ті өз-өзіне 3 рет қосу дегеніміз. Яғни -4-тің 3-ке көбейтіндісі -12-ке тең болады. Екінші, таңбалары бірдей екі санды көбейту. -7 көбейтілген -5 жауабы 35 болады. Бұдан шығатын қорытынды, таңбалары әртүрлі екі санның көбейтіндісінің мәні теріс сан болады. Яғни теріс сан мен оң санның көбейтіндісі теріс сан, оң сан мен теріс санның көбейтіндісі теріс сан болады. Таңбалары бірдей екі санның көбейтіндісі оң сан болады. Яғни теріс сан мен теріс санның көбейтіндісі оң сан мен оң санның көбейтіндісі теріс сан. Көбейткіштер саны 2-ден көп болған жағдайда теріс көбейткіштер саны жұп болса, көбейтінді оң сан болады. Мысалы, -8 көбейтілген -3 көбейтілген -2 көбейтілген -0,5 жауабы 24, яғни оң сан. Көбейткіштер саны 2-ден көп болған жағдайда теріс көбейткіштер саны тақ болса, көбейтінді теріс сан болады. Мысалы, -2 көбейтілген -5 көбейтілген -7 жауабы -70-ке тең болады. Яғни жауабы теріс сан. Үшінші, рационал санды 0-ге көбейткен кезде жауабы 0 шығады. Яғни білесіздер, санның 0-ге көбейтіндісі 0-ге тең болатын. Келесі мысалдарға тоқталайық. Үшінші мысал. -0,2 көбейтілген -1,5 жауабы 0,3 шығады. Яғни 2 теріс санның көбейтіндісі оң сан болады. Төртінші мысал. -8-ден 3 көбейтілген -15-ден 4 жауабы 0,1 шығады. Бұда да дәл солай 2 теріс санның көбейтіндісі оң сан болады. Бесінші мысал. -2 көбейтілген -3 көбейтілген -7 жауабы -42-ге тең болады. Алтыншы мысал. -8,9 көбейтілген 0 жауабы 0-ге тең болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.